Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы лепті сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. Лепті сөйлемдер құрап жаза аламын. Бірінші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы, тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар, дөңес де бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар, орман да бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар, ауған құс пен аңы бар, алып елді танып ал. Өлең не туралы? Өлеңге ат қой. Менің елім болмаса туған өлке деген екі аттың бірін қойсаңыздар болады. Келесі екінші жаттығу. Табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр. Бұл жерде табиғатқа күн, гүл, сондай-ақ жұлдыз, ағаш, жер, жануарлар, ай, яғни біз маңайымызға қарасақ нені көреміз? Соның барлығы табиғатқа жатады екен, иә? Тапқан сөздеріңмен төмендегі үлгі бойынша сөйлемдер құрап жаз. Мысалы, бізде жұлдыз деген табиғаттың бір бөлігі бар, иә? Оған мынандай сөйлем құрауға болады. Аспандағы жұлдыздар сондай әдемі. Келесі ағаш. Ағаштың бұтақтарын сындырма. Жер ананы аяла. Жануарлар. Орманда қандай жануарлар мекен етеді? Құраған сөйлемдеріңді таңданысты білдіретіндей дауыс ырғағымен оқы. Не байқадың? Адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнен соң леп белгісі қойылады. Келесі оқушылар үшінші жаттығуға назар салайық. Тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Атау, деді кітап оқып отырған Іңкәр. Ау ботам. Жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не, ата? Деді Іңкәр. Жақсылықты ұмыту, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Лепті сөйлемдерді тап. Бұл жерде лепті сөйлемдер. Атау, ау ботам, жамандықтан аулақ болу деген сөйлемдер лепті сөйлемге жатады. Өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің? Келесі жаттығу бізде төртінші жаттығу. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Өзеннің жағасы қандай керемет? Бұл леп белгісі қойылады, бұл сөйлемнен кейін, себебі бұл лепті сөйлем. Айбар шалғымен шапты. Бұл хабарлы сөйлем. Саябақтың іші сондай тып-тыныш. Бұл лепті сөйлем болады. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бұл жерде сұрақ белгісі қойылады, себебі бұл сұраулы сөйлем. Келесі бесінші жаттығу. Өзің 2-3 лепті сөйлем құрап жаз. Бүгін қандай керемет күн. Жаман адамдардан аулақ бол. Біздің топ жеңімпаз атанды. Алақай, бүгін менің туған күнім. Құрметті оқушылар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.